Барлықтарыңа сәлем, сіздермен бірге мен Диас Маратұлы. Бүгін мен сіздерге логарифм тақырыбын нөлден бастап толық түсіндіретін боламын. Ал ендеше біз бүгінгі сабақта логарифм дегеніміз не, логарифмге қатысты формулалар мен қасиеттерін байланыстырып, бүгінгі сабақта сіздерге түсіндіретін боламын. Ал дайын болсақ, бисмилля деп кеттік. Бірінші бізде өрнекті ықшаны деп мынандай бір логарифмдік өрнек берген. То есть логарифм 6 негізі 4, 6 негізі 9, түбір асты 6 деген секілді осындай күрделі өрнек берілген. Бірақ пока что біз осы өрнекті шығаруды білмейміз. Ал осы видео сабақтан кейін сіз осы есепті easy оп-оңай шығаруды үйренетін боламыз. Давайте онда кеттік. Бірінші логарифм дегеніміз не тоқталмас бұрын оған байланысты көрсеткіштік теңдеу деген нәрсе бар. Көрсеткіштік теңдеу дегеніміз айнымалысы дәреже көрсеткішінде тұрған теңдеу. Яғни қарайтын болсақ, белгілі бір a деген санның x дәрежесі ол бізге b-ға тең. Давайте осыған байланысты бір мысал есеп көрейік. Мына жерде 5-тің x дәрежесі мына тұрған 5-ке тең дейтін болсақ, осы жерде x-ті тап, яғни теңдеуді шешу керек. Қарайық, бізде 5-тің қанша дәрежесі 5-ке тең? Әрине 5-тің 1 дәрежесі 5-ке тең. Өйткені кез келген санның 1 дәрежесі ол өзіне тең болады. Сол кезде мына өрнектен x1 шығады. Келесін шарп көрейік. 3-тің x дәрежесін 81-ге тең деп қойған болса, x-ті табайық. Біз былай істейміз ол кезде. 3-тің x дәрежесі тең болады 81 дегенде 3-тің 4 дәрежесі жазамын. Өйткені 3-ті 4-ті өз-өзіне көбейтетін болсам, 81-ді береді. Солай болатын болса, қарайық, мына тұрған 3 пен 3 тең, демек дәрежесінде тұрған x пен мына тұрған 4 бір-біріне тең бола салады. Демек x тең болады 4 деп болса, x-тің жауабын табамын. Кеттік, келесі шығарайық. 7-нің дәрежесінде мына өрнек тұратын болса, осы өрнектің өзін жазып қояйын. И тең болады 49 дегенде 7-нің квадраты түрінде жазамын. Сол кезде қарайық, 7 мен 7 тең, ал олай болатын болса, дәрежелері тоже тең болады. 2 қосылған 3x тең болады 2-ге, 3x тең болады 0-ге. Осы жерден x табатын болса, менде қаншаға тең болады? 0-ге тең болады. Сөйтіп, осы жерден x таптым. Давайте кеттік соңғы есеп, осыған байланысты 6-ның x дәрежесі бізге тең болады 1 бөлінген 216. 1 бөлінген 216 дегенде былай істеймін. 216 дегенде 6-ның 3 дәрежесі деп жазамын. И потом менде 1 бөлінген дегенде құтылу үшін дәрежелердің несі бойынша, қасиеті бойынша мен істеймін, бөлшектен құтылу үшін дәрежесінде минус таңба жазамын. Сонда 6-ның x дәрежесі тең болады, просто так 6-ның минус 3 дәрежеде. Ой болатын болса, қарайық, минус дәрежеден құтылу үшін біз бір бөлшектен жазамыз, ал бөлшектен құтылу үшін минус дәреже ретінде жазамыз. Сол кезде 6 мен 6 тең болатын болса, менде не болатын еді? X-іміз минус 3-ке тең болатын еді. Вот, осылай көрсеткіштік теңдеуді еске түсіріп алдық. Кеттік келесі. Енді логарифм дегеніміз неге тоқталатын болсақ, бұл бір санды басқа санның дәрежесі түрінде көрсету үшін қолданылатын математикалық ұғым. Тура бағана көрсеткіш теңдеу сияқты. Бағана жаздым, a-ның x дәрежесі b-ға тең болатын болса, просто тура осындай логарифм a негізді b, то есть кішкентай a деп тұрған негізде оқылады. Логарифм a негізді b бізге x-ға тең. Сонда осыны жазатын болсақ, мына тұрған кішкентай a деген санымыз осының мына теңдіктің ар жағында тұрған x дәрежесі бізге мына логарифмді алып тұрған b-ға тең болса. Тура алдыңғы көрсеткіштік теңдеу секілді. Сонда бұның логарифмнің негізгі ережесі бар. Яғни кішкентай a деп тұрған санымыз, мына кішкентай a деп тұрған санымыз 0-ден үлкен болу керек және 1-ге тең болу керек. Ал одан кейін барып мына ішінде тұрған b деген санымыз ол тоже 0-ден үлкен болу керек. Ал мына жерде x дегеніміз ол кәдімгі логарифмнан шыққан мәнді осылай атайды екенбіз. Давайте бір мысал көрсетіп жіберейін. Бағана шығардық. Қанша еді? 3-тің x дәрежесі 81 деген табатын болсақ, x-іміз қаншаға тең болды? 4-ке тең болды, дұрыс па? Енді осыны логарифм түрде жазайын. То есть былай жазамын. Логарифм 3 негізді 81 ол тең болады x-қа. Осы жерден x-ті тап деп сұрап тұр. Сол кезде осы жерден x табатын болсам, былай істеймін. Логарифм мына тұрған кішкентай сан бар емес па? 3 деген санның. Осы 3 деген санның мына тұрған теңдіктің ар жағында x дәрежесі менде 81-ді беріп, осы жерден x-ті 3-ке тең жазамын. Олай болатын болса, логарифм 3 негізді 81 дегенім 3-ке тең деп осындай мәнді алады екенбіз. Давайте осыған байланысты бір логарифмнің қасиеттерін түсіндіріп өтейін. Бізде осындай негізгі қасиеттер бар. То есть мынандай. Логарифм a негізде 1 деген болатын болса, ол 0-ге тең. Өйткені a деген санның, мына кішкентай a деген санның мына тұрған 0 дәрежесі бізге міндетті түрде нені береді? 1-ді береді. Кеттік келесі. Екіншісі логарифм a негізді a. То есть астында тұрған кішкентай сан мен үстінде тұрған сан екеуі бірдей болатын болса, ол бізге 1-ге тең. Тексеріп көрейік. Мысалға 5 деген санның бізге қанша дәрежесі болсын? Мына тұрған теңдіктің ар жағындағы 1 дәрежесі болсын. Ол бізге қайтадан 5-тің өзіне тең болады. Демек a-мыз a-ға тең болатын болса, 5 пен 5 тоже бір-біріне тең деген сөз. Кеттік келесі. Логарифмнің енді мынандай қасиеті бар. Логарифмді алып тұрған санның ішінде белгі бір екі сан көбейтілетін болса, b мен s деп алайық. Ол екі сан көбейтіліп тұрғанда біз қосу түріне жаза аламыз.
Ал егер бөлініп тұратын болса, оны азайту түрінде жазамыз. Просто так осылай. Негіздері А болып тұра береді. Просто так ішіндегі Б мен С-ның қосындысы немесе Б мен С-ның азайтындысы ретінде жазады екенбіз. Келесі қасиет. Бізге логарифм А негізі Б-ның М дәрежесі болатын болса, біз мына тұрған М деген дәрежені алдына не істейміз? Көбейту ретінде өткізетін боламыз. Енді қазір мен осы 8 формуланы әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, жеке-жеке мысал есептерді шығарып көрсетемін. Одан кейін барып мынандай ереже бар. Мына тұрған бағана кішкентай санның n деген дәрежесі болатын болса, ол тоже алдына шығып бізде керісінше көбейту емес бөлу болып өтеді. Сосын барып логарифм А негізді Б болатын болса, онда А мен Б-ның екеуін орын ауыстыру керек болса, мен 1 бөлінген деп бүршек түрінде жазамын. И потом соңғы қасиет бізде, егер А деген санның дәрежесінде, логарифм А негізді X болатын болса, осы жерде мына тұрған А деген сан мен мына тұрған негіз екеуі тең болатын болса, X-тің өзі болса. Давайте осыған жеке-жеке есептер тоқталып өтейін. Бірінші формула. Логарифм А негізде 1 дегеніміз 0-ге тең деген формулаға салатын болсам, қарайық. 3-тің қанша дәрежесі 0-ге тең деп осылай есептегенге болады. 3-тің қанша дәрежесі бізге 1-ге тең? Ол бізде x-іміз 0 дәреже. Өйткені кез келген санның 0 дәрежесі бізге 1-ді береді. Потом келесі, мына жерде бізге әрқашанда 1 деген тұратын болса, 10-ның қанша дәрежесі бізге 1-ге тең? Бізге 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Давайте түсінікті болса, былай істеймін. Логарифм мысалға 100 000 деп алатын болсам, оның мына жерде 1 деген тұратын болса, біз оның жауабы тоже 0-ге тең болады. Өйткені кішкентай санның кез келген санды қоя берсек, оның 0 дәрежесі бізге 1-ді береді екен. Потом, мына тұрған айттым, кішкентай А деген сан мен үлкен сан екеуі 1-де тең болатын болса, оның жауабы 1 шығады дедім. Тексеріп көрейік. Логарифм 2-ның, мына тұрған 2-ның қанша дәрежесі 2-ге тең? 2-ның 1 дәрежесі 2-ге тең. То есть былай жазамын. 2-ның 1 дәрежесі 2-ге тең болатын болса, мынаның да жауап менде қанша шығады? Әрқашанда 1 шығады. И потом мына тұрған 10-ның қанша дәрежесі 10-ға тең? Ол бізге 1 дәрежесі 10-ға тең. Осы есептейміз. Мысалға тоже осындай логарифм 100 000 немесе берілетін болса, мына жақта тоже 100 000 деген сан берілетін болса, мына жерде енді біз істейміз, осы бір-біріне 1 деген мәнді бере салады екен. Потом келесі қасиетіміз логарифм А негізі Б мен С-ның көбейтіндісі деп жазатын болсақ. Сонда былай істейміз. Мына тұрған Б-ны бөлек логарифм А негізді Б деп аламыз. И потом на С дегенде тоже логарифм А негізді С деп көбейту болса қосамыз, бөлу болса азайтамыз. Енді осыған байланысты есеп шығарып көрейін. Логарифм 5 негізді 35 деп қойғам. Сонда мен былай істеймін. Логарифм деп қоямын. Мына жердегі 5 тұра береді да, 35 деген қандай сандардың көбейтіндісі? 5 көбейтілген 7. То есть 35 дегенде бүйтіп алдында 5 пен 7-ның көбейтіндісі ретінде жаздым. И потом ол тең болады. Логарифм 5 негізді деп, и потом ортасын естеймін, қосу оқығанда, мына жақта тоже логарифм 5 негізді деп, екеуін бөлек-бөлек қосамын. Біріншісінде мына тұрған 5 жазылады, екіншісінде мына тұрған 7 жазылады. И мен бағанағы ережені еске түсірем. 5-тің қанша дәрежесі 5-ге тең? 1 дәрежесі. И потом бар логарифм 5 негізді 7, то есть 5-тің қанша дәрежесі 7 дейтін болсам, онда ешқандай дәрежесі 7-ге тең емес. Олай болатын болса, қосылған логарифм 5 негізді 7-ның өзі тұра береді. Солай бізде қорытынды жасайым. Егер дәрежесі белгілі болатын болса, 1 дәреже, 2 дәреже, 3 дәреже деген секілді сандар шығады. Ал дәрежесі мысалға 5-тің ешқандай дәрежесі бізге 7-ге тең емес қой. Олай болатын болса, оннан логарифм 5 негізді 7 деп жазамын. Потом келесі логарифм 10 негізді 20 болатын болса, мен былай істеймін. Логарифм 10 негізді тұра береді да, 20 дегенде 10 мен 2-ның көбейтіндісі деп жазамын. Сонда көбейту болатын болса, логарифм 10 негізді 10, и потом 2-ні не істеймін? Бөлек жазамын. 10 негізді 2 деп, мына 10 мен 2-ні мына тұрған 10 мен 2-ға бөлек жазамын. 10-ның қанша дәрежесі 10-ға тең? 1 дәрежесі. И потом 10-ның 2 дегеніміз ол тура осы күйінде не істейді? Қала береді екен. Кеттік келесі. Логарифм 2 негізді 90 болатын болса, логарифм деп қоямын. 2 негізді 90 деген қандай сандардың көбейтіндісі? 2 мен 45-тің көбейтіндісі. 2 көбейту 45 деп қоямын. И потом тең деймін. Мына жаққа бізде енді бөлек-бөлек жазамын. Логарифм 2 негізді 2. Қосамын логарифм қанша? 2 негізді 45. И сонда 2 мен 2 бір-біріне тең болған екен, ол міндетті түрде 1 шығады. И қосылған логарифм 2 негізді 45 деп осылай жазып қоя салады екенмін. Потом келесі ереже. Енді бізде бөлу болсын. Б-ның С-ға қатынасы. Олай болатын болса, просто так арасына азайту таңбасын қоя салады екенбіз. Сонда есептеп көрейін. Мына жаққа жазамын. Логарифм 12 бөлінген 5 дегенде, былай істейді екен болса, сонда логарифм 2 негізді 12 азайтылған логарифм 2 негізді 5 деп жазып қойсам болды.
И потом келесінде тоже осылай істеймін. Логарифм 3 негізде деп қойып қоямын, мына кішкентай 3-ті. И сосын барып бірінші 8-ді жазам. И потом астындағы не істеймін? Логарифм 3 негізде астында тұрған 3-ті жазам. То есть үстінде тұрғаны бірінші жазылады, ал бөлшектің астында тұрғаны келесі логарифмге жазылады екен. Одан кейін барып логарифм 100 бөлінген 5 дегенде тоже былай істеймін. Логарифм 10 негізде 100-ді бірінші жазып аламын. И потом ортасына азайту қоямын да, логарифм 10 негізде 5 деп жазамын. И осы жерде шығатын болса өрнектеп шығарам, ал шықпайтын болса тура осы күйде қалдырам. Мысалға ана жерде 3 пен 3 бір-біріне тең болған екен, мен былай жазамын. Логарифм 3 негізде 8 деп бірінші өз жазылады, азайтылған бірдей саламын. Астында тура осындай 10-ның қанша дәрежесі 100-ге тең? 2 дәрежесі, демек 2 азайтылған деймін да. Логарифм 10 негізде 5 деп осындай жауабын жазып қоя салады екенмін. Кеттік келесі қасиетіміз. Бізге айтады, логарифмнің а негізді b-ның бізге ішінде тұрғанның m дәрежесі болатын болса, осы тұрған m дәрежені бүйтіп алады екенбіз да, алдына көбейту ретінде m көбейтілген логарифм деп шығарып жібереді екенбіз. Ол қалай десеңіздер былай. Бұлан тұрған есепте логарифм 3 негіз деп тұра береді, ал 27 деген санымыз қандай сан? 3-тің кубы. Дұрыс па? 3-тің кубы 27-ге тең. Олай болатын болса, мен мынандай ереже бар. Мына m деген дәреже болатын болса, осы 3-ті бүйтіп ұстаймын да, алдына көбейту қылып шыға жүрем. Сонда тең болады 3 көбейту қылып шыға жүрем алдына, и ішінде бізде не қалады? Логарифм 3 негізі 3 қалады. И потом 3 пен 3 бір-біріне тең болған екен, 3 көбейтілген 1 деп жаза саламын. 3-ті 1-ге көбейтсем, 3-тің өзі шығады. Түсінікті ғой, кеттік келесі. Логарифм 2 негізді 64-ті шығарып көрейін. Логарифм 2-нің өзі тұра береді, ал 64 деген сан қандай сандардың дәрежесі табылады? Ол бізде 2 деген санның, 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең, 4 дәрежесі 16-ға тең, 2-нің 5 дәрежесі бізге 32-ге тең, ал 2-нің 6 дәрежесі бізге 64-ге тең болады. Сонда андай ғой, 2-нің 1 дәрежесі 2-ге, 2-нің 2 дәрежесі 4-ге, 2-нің 3 дәрежесі 2-ні, то есть 4 тағы 2-ге өтетін болсам 8, 2-нің 4 дәрежесі бізге 8-ге 2 өтсем 16, и потом 5, 6 деген секілді осылай кете береді. Демек бізде 64 деген санымыз 2-нің 6 дәрежесіне тең болатын болса, 2-нің 6 дәрежесі деп жазып қоямын. Сонда 6 дегенде алдына көбейтіп жіберемін. Сонда 6 көбейтілген логарифм 2 негізді 2-ге тең болады. Сонда 2 мен 2 бір-біріне тең болған екен, мен қаншаға тең болады дедім? 1-ге тең болады дедім. Сонда 6 көбейтілген 1 менде 6-ның өзін бере салады. И потом келесі логарифм 2 негізді 25. Осы жерде былай істеймін, логарифм 5 негізді тұра береді, ал 25 дегенде былай жазсам болады. 5-тің квадрат түрінде. И потом 2 дәрежені алдына көбейтіп жүретін болсам, 2 көбейту логарифм 5 негізді 5 деймін да, и ол бізде 2 көбейтілген 1 2-ге береді. Осылай өрнекті дәрежені алдына шығарады екен. Кеттік келесі. Енді бізде дәреже ішінде емес, мына тұрған астындағы кішкентай сан болады, а деген санның. Осының дәрежесіне тұрса ол қалай болады? Ол бізде бүйтіп барады, мына тұрған дәреже n деген дәреже алдына керісінше 1 бөлінген деп кетеді. Сонда есептеп көрейін. Мына логарифм 16-та 4 дегенде былай жазсам болады. Логарифм 16 дегені менде 4-тің квадраты. Сонда бізде 4-тің квадраты дегенім 4-ті 4-тің өзіне көбейт дейді. Сонда 4 көбейтсем 16-ға тең. Демек 16 дегенде мен 4-тің квадраты түрінде жаза алады екен. Сонда ол бізде келесі 4 тұра береді. Енді былай істейміз. Мына тұрған кішкентай санның дәрежесі болатын болса, не істейтін едік? Алдына 1 бөлінген деп шығарып жібереміз. Сонда 1 бөлінген 2 деп шығаратын болсақ, ішінде бізде логарифм не қалады? Мына тұрған 4-тің өзі қалады, и ішінде 4-тің өзі қалады. И сонда менде 2-ден 1, 4-ті 2 бірдей болған екен, менде қанша шығады? 1 шығады. Сонда жауабым 2-ден 1 деген жауап шыға салады екен. Кеттік келесі. Келесі менде логарифм 343-ті 7 дегенге тең. Осын шығаратын болсақ, логарифм деп қоям. 343 деген саным қаншаға тең? 7-нің 3 дәрежесіне тең. Демек, мына жаққа 7-нің 3 дәрежесі и 7 деп жазатын болсам, мына тұрған дәреже не істейтін еді? Алдына 1 бөлінген 3 деп өтеді. Демек, 1 бөлінген 3 деп жазылатын болса, оны көбейтемін логарифм 7 негізі 7-ге. Сол кезде 3-тен 1 тұра береді да, 7 мен 7 2 бірдей болған екен, 1-ге тең болып кетеді. Сонда ол бізге 1 бөлінген 3-ге деген мәнді береді екен. Кеттік келесі, осыған байланысты соңғы есебім логарифм 36 12 деп берілген. Демек жазамын, логарифм 36 дегенде 6-ның квадраты деп қоям. И потом мына жақта 12 деген тұра берсін. Тең болады. Мына 2 деген алдына бөліп өтеді, то есть 1 бөлінген 2 деп. И логарифм 6 негізді 12 қалады. И енді былай істесек болады. 12 деген санда 6 мен 2-нің көбейтіндісі деп жазсам болады. То есть 2-ден 1 логарифм 6 негізді 2 көбейту 6 деп. Сол кезде көбейту болса не істейтін едік? Логарифмді бір-біріне қосатын едік. Сонда 2-ден 1 деп қоямын да. Логарифм 6 негізді 2
и қосылған логарифм 6 негізді 6 болады. Ал 6 негізді 6-тан бізде 1 шығады. Олай болатын болса жауабым 2-ден 1, логарифм 6 негізді 2 қосылған 1 деп осылай жазып қоя салады екенмін. Келесі бізде логарифм а негізді б. Мына тұрған а мен б-ның екеуін орнына ауыстыратын болсақ, олай болатын болса біз 1 бөлінген логарифм б негізді а деп жазады екенбіз. То есть бөлшекпен жазамыз. Давайте шарт көрейік. Мына тұрған 2 мен 5-дің екеуін орнына ауыстыратын болсам, бүйтемді 1 бөлінген деймді логарифм 5 негізді 2 деп мына қарайық. Астында 2 тұратын болса, уже астында 5 тұрады. Осылай 1 бөлінгенде бөлшек түрінде орындарын ауыстырсақ болады екен. Келесі тоже бөлшексіз үстіне 1 деп қоямын да. Логарифм деймін. Астында 3 болатын болса, астына 4 жазам. Үстінде 4 болатын болса, енді үстіне 3 жазам. Осылай просто так бөлшек түрінде ауыстырсам болды. Келесі тоже 1 бөлінген деп жазам. Мына 6 мен 7-ні орнына ауыстыратын болсам, логарифм 7 негізді 6 деп жазсам болды екен. Келесі а деген санның дәрежесінде логарифм тұрса. Қарайық, бізде а деген санның дәрежесінде логарифм а негізі x болатын болса, то есть мына тұрған а мен мына тұрған кішкентай сан екеуі бір-біріне тең болатын болса, онда бізде x деген жауабы шыға салады екен. Оны мысал бойынша қарасайық. Бізге 3-тің дәрежесінде логарифм 9 негізді 4 деп берілген. То есть мен жазам 3-тің дәрежесінде логарифм 9 дегенде 3-тің квадраты деймін да, 4 дегеніміз тұра берсін. И потом тең болады 3-тің мына тұрған 2 дегенде біз естейтін едік, алдына бөлу қып шыға жүретін едік. Сонда 2-ден 1 логарифм 3 негізді не болатын еді? 4 болады. То есть 4 дегенде біз 2-ның квадрат түрінде жазам. Сонда 3 дәрежесінде 2-ден 1 логарифм 3 негізді 2-ның квадраты болады. И потом мына жердегі не естейтін еді? Ол дәреже алдыңғы формула байланысты алдына көбейтіліп кетеді. Сонда тең болады 3-тің дәрежесінде 2 бөлінген 2 логарифм 3 негізді 2 болатын болса, мына тұрған 2 мен 2 бізде 1-де беріп кетеді қысқарып. Сонда 3 пен тұрған 3 бір-біріне тең. Олай болатын болса, менде мына формула бойынша не шығады? 2 деген жауап шығады. То есть қарайық, түсініксіз болып қалса, мына тұрған 3-ті алдық қой. Ол а-ға тең мына формуладағы. И потом логарифмнің ішінде тоже кішкентай 3 бар. Ол мына жақта тоже кішкентай а-ға тең болатын болса, x дегеніміз ол бізде 2-ге тең. Демек 2 деген жауап шыға салады. Келесі мысал бойынша есептейін. 5 дәрежесінде 1 қосылған логарифм 5 негізі 8 болатын болса, дәрежелер қасиет бойынша мен есеймін. 5-тің 1 дәрежесі көбейтілген 5-тің логарифм 5 негізді 8 деп бөлек-бөлек жазып аламын. И потом 5-тің 1 дәрежесі 5-ге тең. И мына жерде тұрған 5 пен мына логарифмдағы 5 екеуі бір-біріне тең болса, менде не шығатын еді? Мына тұрған 8 шығады. Демек 5 көбейтілген 8 деймді, ол бізге 40-қа тең деп осылай жазып қоя салады екенмін. Келесі 4-тің дәрежесінде логарифм 0,125 деп қойған. 0,125 дегенде жіктеп алайық. 0,125 дегенім 1 бөлінген 4-ке тең. Ал 1 бөлінген 4 деген менде 4-тің минус 1 дәрежесіне тең. Олай болатын болса, мына жаққа 4-тің минус 1 дәрежесі 7 деп қойын. И потом мына тұрған минус 1 не істейтін еді? Бүйтіп баратта алдына не істейді? Бөлу ретінде шығып кетеді. Сонда 4-тің дәрежесінде минус логарифм 4-тен 7 шығады. И потом мен минус дәрежеден құтылу үшін не істейтін едім? Мына тұрған бөлшекті барлығын бөлшекке айналдыратын едім, санда. Сонда 1 бөлінген 4-тің дәрежесінде логарифм 4 негізді 7 шығатын болса, енді қарайық. Енді қарайтын болсақ, мына тұрған 4 пен мына кішкентай 4 екеуі бір-біріне тең болатын болса, менде қай жауап шығатын еді? 7 шығады. Демек 1 бөлінген 7 деген менде осылай жауабы шыға салады екен. Келесі. Енді бағанағы бастапқы өрнегімізді ықшамдап көрейік. Бізге күрделі болып көрінгенмен бұл оп-оңай есеп. Давайте былай істейін. Мына тұрған 2 өрнекті бірге алайын. Ол бізде бағанағы мына формула береді. То есть логарифм а негізді б мен с-ның көбейтіндісін не істейтін едім? Логарифм а негізді б қосылған логарифм а негізді с деп бөлек-бөлек жазам. То есть бөлек-бөлек қосылу ретінде жазатын болсам, осы екеуін қайттан біріктіретін болсам, мен не істеймін? Көбейту ретінде қайттан обратно наған келеді. То есть мынау да осындай. Жазайын. Логарифм 6 негізді 4 қосылған логарифм 6 негізді 9 болатын болса, тура мына өрнекпен тең, то есть бір-бірінің қосындысы. Енді осының қосындысын бүйтіп апарамда бір логарифмнің ішіне көбейту ретінде жазам. То есть тең болады да бұл логарифм 6 негізді 4 пен 9-дың көбейтіндісі ретінде, то есть керісінше жинақтап жатырмын. Сонда 4-ті 9-ға көбейтсем қанша? Менде 36-ға тең. 36 деп қоям. Енді менде сұрап тұр, 6-ның қанша дәрежесі 36-ға тең деп тұр. 6-ның қанша дәрежесі 36-ға тең? 6-ны 6-ға көбейтсек 36-ға тең. Демек 6-ның 2 дәрежесі бізге 36-ға тең екен. Осылай жазып қоям. И потом енді мен мына қоршап қойын, есептеп қойдым деп. И потом мен мына тұрған екеуінің көбейтіндісін есептеп көрейін. Давайте жазам. Мына 1, мына бізде екінші.
логарифм 4 негізді 6 көбейтілген логарифм түбірасты 6 негізді 2. Енді былай істеймін, мына тұрған түбірасты 6 дегенде мен не бойынша жаза аламын? То есть 4 негізді 6 көбейтілген логарифм 6-ның 2-ден 1 дәрежесі 2. То есть түбірасты деген ол менде 2-ден 1 деген дәрежеге тең. Сол кезде 2-ден 1 деген дәреже не істейді? Алдына бізде бөлу болып шығып кетеді. И потом менде қарайтын болсақ, мына тұрған 4-ті мен қалай жазамын? 2-ның 2 дәрежесі деп аламын. Сонда мынау тоже алдына бөлу болып өтеді, мынау тоже бізде алдына бөлу болып шығып кетеді. Сонда жазамын. Бірінші 1 бөлінген 2 шығады. Логарифм 2 негізді 6. Потом көбейтілген бізде мына 2-ден 1 керісінше айналатын болса, ол 2 болады. Логарифм 6 негізді 2. Сол кезде мына тұрған 2 мен 2-ден 1 қысқарады. Менде не қалады? Менде логарифм 2 негізді 6 көбейтілген логарифм 6 негізді 2 қалады. То есть мынаның астында 2 тұр, мынаның астында 6 тұр. Екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Мен бағана қандай формула істедім? Екеуін бүйтіп ауыстыратын болсақ, мына 2 мен 6-ның екеуін орнына ауыстыратын болсақ, біз қалай істейтін едік? Бөлшек түріне жазатын едік. Демек, бірінші өрнегім тұра береді. 2 негізді 6 деп көбейтемін, бөлшек түрінде логарифм 2 негізді 6 деп мына 6 мен 2-ның орнына ауыстырамын. Сол кезде екеуі бірдей, демек екеуі бірдей болса қысқарып, менде 1 деген жауап шығады. Енді үшіншісін есептеп көрейін. Үшінші өрнегім, мен мынаны есептеп қойдым деп қоршап қоямын. Енді біз үшінші мынаны қарайтын болсақ, біз 5 деген санның дәрежесінде 5 екеуі бірдей болатын болса, қандай жауап шығатын еді? Мына тұрған 2-ның өзі шыға салады. Демек, үшіншісінде 2 деген жауап шығатын болса, енді просто так бір-біріне қоса салсам болды. То есть, оны қызыл түспен жазайын, түсінікті болу үшін. Бірінші жауап мынау, екінші жауап мынау, үшінші жауап мынау. Демек, үшеуін қосам. Мына жерге 4 3 қылып істеп қоямын да. Бірінші мынаны, ол бізде 2-ге тең. И потом ортада қосу. Мына өрнегім менде тоже 1-ге тең. И ортада қосу. Енді мынау қаншаға тең? Ол менде 2-ге тең. Демек 2 қосылған 1 қосылған 2 бізге 5 деген жауап шығады. Олай болатын болса, мына тұрған өрнектің жауабы біз күрделі деген. Просто так бізде 5 деген жауап шыға салады екен. Сонда сен мына бастапқы осы өрнекті көрген кезде сен шығара алмаймын деп ойладың. Ал бүйтіп қараған кезде логарифмнің қасиеттерін пайдаланып, ережелерін қолданып, сен не істедің? Мына тұрған өрнекті шығардың. Олай болатын болса, тағы да басқа логарифмге формулаға тегін алу үшін тегін. Сен Инстаграмна инфология KZ деген Инстаграм парақша бар. Осы парақшаның директіне 15-15 деген санды жіберетін болсаң, сенде логарифмге қатысты формулаларды мен саған жіберетін боламын. Және де осыған байланысты бізге инфология деген курс бар. Ол бізде математика және информатика пәнінен ұбт-ға дайындайды. Олай болатын болса, біз бағана айттым, логарифмдік белгі бір күрделі есеп болатын болса, мысалға ұбт деңгейінде, сол есепті сен шығарып қиналасың, мысалы логарифмді. Сен мына видео сабақты көріп, оңай екен түсіндің. Тоже сондай секілді көп нәрсе бар. Синус, косинус, тригонометрия, геометрия кез келген есеп саған қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ сен оның қалай шығару жолын, формулаларын көргеннен кейін саған ол есеп түкке тұрғысыз болып қалады. Сонымен курс жайлы толық ақпарат алу үшін мына тұрған нөмірге хабарлассаңыздар немесе WhatsApp-қа жазсаңыздар, сіздерге менеджерлер жауап беретін болады. Сіздермен байланыста болған мен Диас Маратұлы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.